Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы басталғаннан кейін оқытушылардың алдында аттестациядан өту, портфолио жасау сияқты міндеттер тұрады. Осы портфолио жасауда пайдалануға болатын құралдардың бірімен бүгін танысатын боламыз. Бұл Canva деп аталынатын сайт. Сайтқа сілтеме төменде видеоның астында берілген. Бұл дизайнерлік сайт. Дизайнерлік деген сөзден қорқып, үркудің еш қажеті жоқ. Бұл сайт өте қарапайым, түсінікті, кез келген адам бір көргеннен кейін өзінің осы портфолио жасау болсын, басқа да қызметтер болсын, осы сайтта жасай алады. Оқытушы да адам, көпшілігіңіз әлеуметтік желілерде отырасыздар. Бұнда сондай-ақ түрлі әлеуметтік желілер, Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok сияқты, YouTube сияқты танымал әлеуметтік желілерде де жұмыс жасаумен байланысты көптеген мүмкіндіктерді қарастырады. Енді сайттың негізгі бөліктерімен танысып өтелік. Сайтты ашқан кезде мен өзім Google Chrome'ды пайдаланамын. Chrome'ға кіріп, осы Chrome'ға кіргеннен кейін сіз Google'дың барлық мүмкіншіліктерін пайдалана аласыз. Оның оқытуда пайдаланылатын мүмкіншіліктер туралы мен көптеген видеолар түсірілген. Менің каналыма кіріп, сол видеоларды көрулеріңізге болады. Ол жаңағы Jamboard, Google презентация, Google форма сияқты офлайн сабақта болсын, онлайн сабақта болсын пайдалана беруге болатын Google'дың оқытуда пайдаланатын қызметтері бар. Соларды көрулеріңізге болады. Міне осы Google'дың өзінің негізгі Chrome'ға кіргеннен кейін сіз осы Canva сайтына да кіру деген батырманы басқаннан кейін осы Google'ды таңдап алсаңыз, міне осы Google'мен кіргеніңіз туралы белгі оң жақ жоғары жағында көрініп тұрады. Енді негізгі бөліктермен таныса кетейік. Ашқан бетте басты бет ашылады. Басты бет міне осындай. Енді осы бөліктермен табылсақ, шаблондар дейді. Шаблондарда әлеуметтік желілер әртүрлі бөліктерге бөлінген. Мұнда әлеуметтік желілердің ішінде міне Instagram, ВКонтакте, аватаркалар, Facebook сияқты желілерді көрсетіліп тұр. Міне Instagramның өзінде история, пост, актуализация дейді. ВКонтактеде пост дейді. Одан кейін жеке өзіне қажетті деген шақыру қағазы, ашқаттар, резюме, түйіндемелер, тойға шақыру, коллаждар жасау, одан кейін бизнеске қажетті презентациялар жасау, логотиптер жасау, визиткелер жасау, сыйланатын сертификаттар жасау сияқты маркетингке байланысты флайерлер, плакаттар, инфографикалар, буклеттер, афишалар, білім берумен байланысты дипломдар, грамота, сертификат, осындай басқа да сол сияқты трендтегі дүниелермен де танысып көруге болады. Бұл жаңағы кез келген осы шаблондарды таңдап алып қарауымызға болады. Келесі мүмкіндіктер деп тұр. Бұл мүмкіндіктерде де жаңағы фотолар, иконкалар, печать, қосымшалар, шолу жасау және жүктеп алуға қажетті құралдар көрсетіледі. Бұның ішінде толықтай мысалы қосымшалар деген толық көрсетіліп тұрған жоқ. Оның тағы да бар. Показать все дегенді бассаңыз, барлығын көрсету дегенді бассаңыз, басқа да мүмкіншіліктері ашылып көрсетілетін болады. Одан кейін оқыту деген бөлікте бұнда сізді оқытады, қалай дизайн жасау керек, қалай маркетинг жүргізуге болады, фотографияны қалай жасауға болатын. Одан кейін тарифтер деген бөлік бар. Бұнда сайт тегін және ақылы түрлері бар. Бұның тегін түрі, одан кейін ақылы түрлері әртүрлі, төрт түрлі ақылы бөліктері бар. Бізге бұның тегін бөлігінің өзі артығымен жетеді барлық мүмкіндіктерін қарау үшін. Келесі бөлік сіздің дизайныңыз бүгін қандай болады деген бөлік. Бұл бөлікте жаңағы сіз үшін деген бөлік бар. Бұнда сіз үшін деген бөлікте міне тағы да презентация, Instagramға логотип, дербес компьютерге арналған логотиптер, сторис, Instagramдағы түйіндеме жасау, ашқаттар, презентациялар, осындай мүмкіндіктердің барлығы да көптеген мүмкіндіктер бар. Бұлардың барлығын өзіңіз осылай ашып диаграммалар жасау, сертификаттар жасау деген сияқты
өзіңізге қажетті бөлігін таңдап алып, сол бөліктегі шаблондармен жұмыс жасай аласыз. Одан кейін сіздің дизайндарыңыз деген бөлікте сіздің жұмыс істеген дизайндарыңыз көрсетіліп тұрады. Сондай-ақ презентация деген таңдап алуға болады, әлеуметтік желі деген таңдасаңыз, міне Facebook, Instagram, WhatsApp желісіндегі жаңағы статустарды әртүрлі жасау, анимациялар жасау әртүрлі, осының барлығы осы бөлікте көрсетіліп тұрады. Және бұның бір жақсы жері, жаңағы мысалы Инстаграмда сторис болсын, немесе пост жасау болатын болса, тура сол Инстаграмның өзінде қандай жаңағы размермен беріледі, сол размерде бірден сол размерде жасалынатын болады. Сондықтан оны орналастыруда жаңағы қиып жатудың, ары қарай өңдеп жатудың еш қажеті жоқ болады. Бұдан кейін видео дегенде сіздің жаңағы Facebookқа салатын видеоларыңыз, видеообращениелеріңіз, жаңағы ұялы телефонға арналған видеолар, басқа да жаңағы YouTubeға арналған видеолар, TikTokқа арналған видео деген сияқты осындай көптеген жаңағы шаблон түрлері беріледі. Осы шаблондарды қарап, өзіңізге қажеттісін таңдап ала аласыз. Қалғандары да дәл осындай бөліктер. Енді сол жақ бөлікте көрсетілген бөліктер, бұнда барлық дизайндар дегенге келетін болсақ, бұнда барлық осы дизайндар, өзіңіздің жасаған жұмыс істеген дизайндарыңыз көрсетіледі. Жалпы материалдар дегенде, бұнда егерде сіздің жаңағы материалдарыңыз болған болатын болса, портфолио ашқан болатын болсаңыз, солар көрсетіліп тұрады осы жерде. Фирменный стиль деген бұл тек ақылы бөлікке ғана арналған, оның бізге қажеті жоқ. Қалған бөліктердің де бізге сондай қатты қажеті жоқ болады. Тек қана барлық портфолио дегеннің ішінде барлық дизайндар, сізге ұнаған дизайндар, жаңағы корзинаға лақтырғандарыңыз, сатып алғандарыңыз және жүктеп алғандарыңыз деген сияқты бөліктер, бұлар жылдан өзіңізге қажетті дүниені тауып алу үшін қажетті болады. Енді портфолиоға келетін болсақ, портфолионы біз кез келген дүниені іздеу бөлігіне салып қарауымызға болады. Мысалы, іздеу дегенді бассақ, бізде мені Facebook'тағы публикация, плакат жасау, Instagram'дағы публикация, логотип жасау деген сияқты, Instagram'дағы сторис деген сияқты, инфографика жасау деген сияқты бөліктер мені өзі шығып тұрады. Кез келген бөлікке атын бастап жазып қойсаңыз болды, сол бөлік бойынша сізде не беруге мүмкіндік бар екендігі көрсетілетін болады. Мысалы, біз портфолионы таңдайтын болсақ, портфолионы таңдағаннан кейін басып қарасақ, екі түрлі бізге мүмкіндік беріліп тұр. Бұл оқушы портфолиосы және портфолионың презентациясы деген. Оқушы портфолиосы дегенде ашатын болсақ, міне оқушы балаларға өздеріңіздің балаларыңыздың портфолиосында жасауларыңызға болады. Әртүрлі кереметті жақсы дизайндарда жасалынған, жаңағы оқушылардың өздерінің қажеттігіне байланысты олардың әрқайсысын жаңағы алып тастауға, қосуға, өзгертуге болады. Мысалы, кез келген біреуін таңдап алып көретін болсақ, міне дизайн шығылып тұр. Бұнда төменгі жақта беттер көрсетіліп тұрады. Бұл беттерде келесі бет, алдыңғы бет, жоғары, төмен деген сияқты бөліктері бар. Бетті көшіріп алу деген бөлігі бар, бетті жойып жіберу, немесе бет қосу деген бөліктері бар. Егер беттеріңіз біткен болатын болса, жаңадан бет қосасыз. Мына жерде осы беттерге көшіп отырасыз бірден. Одан кейін осы беттердің әрқайсысын өзіңіз өзгерте аласыз. Мысалы, мына суретті алып тастап, орнына басқа сурет қойғыңыз келсе, загрузки дегенге барасыз, өзіңіздегі бар суретті таңдап аласыз. Бұны Инстаграмнан алуыңызға болады, жаңағы Google дискіден алуыңызға болады, Facebook'тан, Dropbox'тан, немесе өзіңіздің компьютеріңізден кез келген жеріндегі бар суретті таңдап алып, осы суреттің орнына қоюыңызға болады. Қалған элементтердің барлығымен қазір келесі бөлікте біз түсіндіретін боламыз. Енді жаңа портфолионың екінші бөлігі, біз үшін қажетті бөлігі, ол жаңағы презентация портфолио деген. Біз мұнда көптеген презентациялар берілген. Осылардың кез келген біреуін таңдап аласыз, өзіңізге ұнаған, өзіңіз осылай болса екен деп қарайтын презентацияның кез келген біреуін таңдап ала саламыз. Мысалы, біз біреуін таңдап алайық. Міне, мына презентацияны алдық мысалы.
Ал біз мынау ағылшын тілінде екен, орыс тіліндегі біреуін алайықшы. Өзімізге түсінікті болу үшін. Міне мынау бухгалтердің презентациясы. Бұнда мысалы мына жердегі артық бөліктердің бізге қажеті жоқ болатын болса, біз оны алып тастай аламыз. Олардың барлығын. Мына жерде керегі жоқ, алып тастаймыз. Енді ең бірінші біз бұның ішіндегі өзгерістерді жасауға бару үшін элементтер дегенге барамыз. Бұның ішінде фон деген бөлігі бар. Біз жалпы беттің фонын таңдап алуымызға болады. Мысалы, мынандай фонды алсақ, осы фонды біз үлкейтіп қоя аламыз. Элементтердің бөлігі бір бөліктің ғана фоны болады бұл. Одан кейін екінші бөлікке басқадай фон таңдап алуға болады. Мысалы, мынадай фонда. Осылайша фонын өзгертіп отыруға болады. Немесе таза бетті қалдырып қойып, таза бетке фон таңдап алып үшін мынандай бірден бетке қоятын фонды алып қоя салуымызға болады. Немесе ол фонды өзгертуімізге болады. Мысалы, ақ түсті болса, көк түсті түсін таңдап, кез келген өзімізге ұнайтын түсті қоюымызға болады. Одан кейін осы түстің орнына жаңағы басқа да фонды алып келіп қоюымызға болады. Келесі бөлік жүктемелер деп аталынады. Бұл жүктемелер бөлігінде сіз өзіңіздің қажетті дүниеңізді жаңағы айтып өттім, өзіңіздің компьютеріңізден немесе әлеуметтік желілерден әртүрлі жаңағы фотоматериалдарды әкеліп қоя аласыз бұнда. Келесі фото деп аталынатын бөлікте сіздерге түрлі фотолардың мүмкіншіліктері беріледі. Осы фотоларды да қойып, егер де өзіңізге қажет болатын болса, қажет деп тапсаңыз, өзіңіздің тақырыбыңызға келетін болса, осы фотоларды жүктеп қоя аласыз. Одан кейінгі бөлік мәтін деп аталынады. Мәтіннің өзі үшке бөлінген басты бөлігі, одан кейін подзаголовок, одан кейін текст дейді. Мысалы, заголовок дегенді ассақ, мынандай үлкен болып шығады. Оны жоғары немесе төмен жазуға болады. Одан кейін подзаголовок дегенді алсақ, ол бұдан гөрі кішіректеу болып шығады. Жазып қойыламыз. Және де тексті мәтінді алсақ, ол да жаңағы одан кейін оны үлкейтіп кішірейтуге болады. Одан кейін ол текстің түрлерінде таңдап алуға болады. Мысалы, қандай стильде жазғыңыз келеді. Мысалы, бір жақсы стильді, өзіңізге ұнаған стильді таңдап алып, осы стильмен жазуыңызға болады. Мысалы, менің жетістіктерімді жазайық. Мұндай кетілмей қалды қазір. Бұдан кейін оны қажетті формада ауыстыра аласыз бұны. Өзіңізге қажетті шрифтінің түрімен. Ал мынандай шрифті түрінде қоятын болсақ, бұдан кейін фонға барып, фонын жасаймыз. Фонымыз болды. Енді загрузкаға барамыз да, жетістіктеріміз ол белгілі бір грамоталарды қарастырады. Мысалы, мына грамоталардың барлығын біз қойғымыз келетін болса, барлығын бояп алып, ашыл дегенді басамыз. Грамоталарымыз ашылды. Бір-бірлеп қойып,
Оларды кішірейтіп, үлкейтіп, жаңағы орналастырады өзіңізге қажетті бөліктеріне. Одан кейін мәтін жалғастырғыңыз келсе, белгілі бір логотиптер қойғыңыз келсе, суреттер қойғыңыз келсе, соның барлығын жасай аласыз. Мысалы, бұның ішінде жаңағы фото дегеннің ішінде жаңағы әртүрлі бөліктер бар. Мысалы, мектеп деген бөлік бар мұнда. Осы бөлікте мысалы мына қарындаштарды әкеліп қоюыңызға болады. Осылай әкеліп әрқайсысын жеке-жеке қойып отырасыз да, өзіңізге қажетті дизайнды, өзіңізге керекті бөлікті жасап алып отыратын боласыз. Мұнда жаңағы фотоның басқа түрлерін де қарауға болады. Кітап дегенде мысалы алып қарайтын болсақ, бұнда кітаптар міне әртүрлі қоюға болады. Қажет жеріңізге апарып қойып, осылайша өзіңіз ұнатқан дизайнда жасап отырасыз. Одан кейін келесі бет, екінші бет ашылады. Екінші бетте де дәл осындай әдіспен барлығын толықтай өзгертіп соғуыңызға болады. Шаблон сізге тек қана жұмыс істеу үшін ғана беріледі. Оның кез келген дүниесін жойып жіберіп, орнына басқа дүние әкеліп қоюға, толықтай бетті өзгертіп алуыңызға болады. Егер де беттегі бір элементтер өзіңізге ұнаған болатын болса, соларды қалдырасыз. Қалған бөліктердің барлығын жаңағындай сол жақ шеттегі басқару бөлігін қарап отырып, осы басқару бөлігіндегі мүмкіндіктермен жетілдіріп отырасыз. Мысалы, YouTube'да басып, YouTube'дан қажетті жаңағы өзіңізге қажетті видеоны да алуға болады. Мысалы, қазақ қоғамының ру тайпалық құрамы дегенді алсақ, менің міне бейне жазбам шығып тұр. Осы бейне жазбаны әкеліп қойып орналастыруға болады. Бұл өзіңіздің бейне жазбаңыз екендігін жаңағы портфолиода осындай бейне жазбалар шығарғаныңыз туралы міндетті түрде жаңа көрсетілім менің бейне жазбаларым деп, менің бейне сабақтарым деп, немесе осындай өзіңіздің сабақтарыңызды да бейне сабақтарыңызды кезінде түсірген бір бетке жасауыңызға болады. Одан кейін беттер біткен болатын болса, плюс белгісін бассаңыз, жаңа бет ашылып отырады. Осылайша жаңағы өзіңіздің портфолиоңызды толықтай жасап шығарасыз. Одан кейін жасап болғаннан кейін оны файл жүктеп алу немесе файл сақтау деген белгі арқылы өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алуыңызға немесе белгілі бір жерге сақтап қоюыңызға болады. Міне негізгі портфолио жасау бойынша осы дизайн жасайтын Canva сайтын осылайша пайдалануға болады. Әркім өзіне қажетті дизайнды, өзіне қажетті бөлікті өзі таңдайтын болғандықтан, әркімнің вкусы жаңағы әртүрлі болғандықтан, әр адам өзіне байланысты қарайды. Сондықтан мен тек қана қандай құралдарды қалай пайдалануға болатынын ғана көрсеттім. Ары қарай оны қалай жасау, қалай әрлеу қажет екендігі, қалай безендіру қажет екендігі барлығы өздеріңіздің қолдарыңызда болады. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, төменде комментарийда жазып қалдыруларыңызға болады. Мен барлық сұрақтарға жауап беремін. Мүмкіндік болса, қажет болатын болса, қажетті көмек көрсететін боламын. Осыны жасап шығаруға жазыңыздар, хабарласыңыздар. Мен әрдайымда байланысып отырамын. Егер де видео сіздерге ұнаған болатын болса, лайк немесе дизлайк басу арқылы видеоға өзіңіздің пікіріңізді білдіріп, міндетті түрде төменде пікір жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы жүздескенше сау саламатта болыңыздар.